Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нурик. Бүгінгі видеода мен сіздерге Агнец фильмінің сюжетін қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмас алдын лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ендеше бастаймын. Фильм бізге белгісіз бір нәрсенің қыстың күні ауыр демалып, жай басып келе жатқанынан басталады. Оны көрген бір үйір жылқы үркіп қашып кетеді. Ұзақ жол жүрген соң ол Ингвар мен Мария есімді жұптың қой қорасына кіреді. Оны көрген қойлар бірінің артына бірі тығылып қалады, және де әлгі нәрсе өз шаруасын бітіріп қорадан кеткен соң бір қой әлсіреп жерге құлайды. Бұл кез Рождество мерекесі еді. Қыс өтіп көктем келді. Ингвар итін ертіп алып, радиомен өлең қосып қойып, қойларына былтыр жинап қойған шөптерін беруде. Бұл уақытта оның әйелі трактормен жер жыртып жүреді. Фильм көріп отырып, біз Ингвар мен оның әйелі Марияның таулы аймақта өздерімен өздері тұрып жатқанын білеміз. Көктем келді. Бұл дегеніміз төрттілік малдың төлдейтін кезеңі. Ингвар мен Марияның қойлары бірінен соң бірі сүйкімді қозылар туа бастайды. Жұп өте қуанышты. Тамақ ішіп отырып, олар радио мен телевизорда болған соңғы жаңалықтарды талқылап отыр. Күндердің бір күні Ингвар мен Мария шай ішіп отырып, иттің үрген даусын естиді. Екеуі келсе, қойлардың бірі төлдейін деп жатыр екен. Бірінші қойдың басы көрінді. Жұп ештеңе сезбеді. Қозы толықтай шыққанда ғана бәрі түсінікті болады. Сөйтсе қой жартылай адамға ұқсайтын қозыны туыпты. Қозы қыз болып шықты. Оның бір қолы адамдыкіне ұқсаса, екінші қолы қойдікі. Не істерін білмей шошынып қалған жұп ойлана келе баланы өздеріне қалдыруды шешеді. Осыдан бірнеше жыл бұрын жұптың Ада есімді қызы болған екен. Оны жоғалтып алғасын бүгінгі туылған адам тектес мақұлықты Құдайдың бізге берген сыйы деп қабылдайды. Мария мен Ингвар Аданы жуындырып, киіндіріп, үйге кіргізіп, өздерінің баласын баққандай қылады. Мария балақайды қатты жақсы көріп қалды, және де 24 сағат бойы кішкентай Адаға сүт беріп бағумен болады. Ингвар болса қоймадан балаларға арналған ескі кроватьты шығарып, тазалап үйге келеді. Ингварға әйелінің тағы да бала бағып, үйде қалғаны белгісіз себептермен ұнамай қалады. Ол трактормен жер жыртып жүріп, тоқтап, жылап жіберді. Бұрынғы қызы есіне түсіп кетті-ау деймін шамасы. Айтпақшы, Аданы туған қой қайда дейсіз ғой? Міне ол. Қой баласын қимай күні-түні маңырап, Ада ұйықтайтын бөлменің терезесіне қайта-қайта келе береді. Қанша жерден Мария қойды қуса да ешқандай пайда келмеді. Тіпті кешке таман жұп телевизор көріп отырғанда да қой терезенің алдында маңырауын тоқтатпады. Мария осының кесірінен үйінің терезесін ешқашан ашпайтын болды. Арада бірнеше ай өтті. Ада кәдімгі адам секілді өсіп келеді. Үстіндегі киімі қатты жарасады екен. Күндердің бір күні Мария трактормен егістікке кетеді, ал Ингвар болса қоймада өз жұмысымен айналысуда. Ада үйде жалғыз қалды. Күйеуі мен әйелі үйге келсе, Ада жоқ екен. Екеуі қорқып кетіп, үйді айналып іздей бастайды. Даланы тұман басып, жағдай одан әрі ушығады. Ингвар мен Мария бөлініп даланы іздеуге шықты. Екеуі кездесіп, ақыр соңында Аданы туған қойды тауып алады. Әлгі қойдың жанында Ада киімсіз, ес-түссіз шөптің үстінде жатыр екен. Екеуі тез Аданы киіндіріп үйлеріне алып кетеді. Қойдың осы қылығы үшін Мария қатты ашуланады. Қой, баламды беріңдер деп қайтадан жүгіріп келгенде Мария айқайлап жібереді. Жаз келді. Жерге әдемі гүлдер өсіп шықты. Солардан Мария Адаға осындай гүл шоғын жасап береді. Ингвар бұл кезде қой бағып жүрді. Бір кезде Ингвардың үйіне жақын бір жерге көлік тоқтайды. Көлік тоқтағасын ішіндегі адамдар багажниктен бір адамды шығарып лақтырып кетіп қалады. Сөйтсе бұл адам Ингвардың ағасы Петр болып шықты. Петр қаңғып арақ ішіп жүргенде жақсы көретін музыкант екен. Белгісіз себептермен қарызға белшесінен батып, ешкім іздемес үшін інісінің үйіне келеді. Бұл уақытта Ингвар мен Мария ұйықтап жатқан еді. Мария өте қорқынышты түс көрді. Түсінде көзі жанатын бір топ қой оны қоршап алған екен. Мария шошынып оянады. Терезені қараса, өткендегі қой баласын сұрап әлі тұр екен. Шыдамның да шегі бар. Қойдың бұл әрекетінен қатты шаршап, жүйкесі жұқарған Мария үйден қару алып шығып, қойдың тура басынан көздеп тұрып атып жібереді. Содан соң өлген қойды мүйізінен ұстап сүйреп көміп тастайды. Бұның бәрін әлгі Петр алыстан тығылып қарап отырады. Мария үйге келіп өзін қалыпқа келтіргесін ұйықтап қалды. Таң атты. Жұп әдеттегідей жұмысқа шығады. Қойларына шөп берейін деген Ингвар қораға келсе, диванда ағасы ұйықтап жатыр екен. Ингвар Петр оянғасын кішкене әңгімелесіп, үйде қалуына рұқсатын береді. Содан соң таңғы асқа шақырады. Таңғы ас кезінде Ингвар мен Мария Петрға Аданы таныстырады. Адам тектес мақұлықты көрген Петр шок болды. Оны түрінен байқауға болады. Тамақ ішіп болған соң Петр мен Ингвар шаруа істеуге барады. Петр ұзаққа шыдамай үйге кетіп қалады. Үйге келсе, Мария Аданы шомылдырып жатыр екен. Бір кезде үйге Ингвар да келеді. Петр одан Ада туралы сұрайды. Ингвар болса, бізбен тұрғын келсе Аданы қабылдау керексің, тұрғын келмесе кете бер дейді. Петрдің Аданы қабылдаудан басқа амалы қалмайды. Жер жырту кезеңі басталды. Мария трактормен жер жыртуда, ал Петр мен Ингвар жерге картоп егуде. Жұмыс аяқталғасын Ингвар Аданы көруге кетеді. Мария мен оңашада қалған ұятсыз Петр оған қырыңдайды. Марияға бұл ұнамады.
Келесі күні жұп қоймадағы заттарды реттеуді шешеді. Олар көмекке Петрді шақырады, бірақ Петр қалада тұрып үйреніп қалғандықтан жұмыс істегісі келмейді. Бір кезде ол диванда отырып Аданы көреді. Ол жерден шөп жұлып алып кішкентай балаға бермек болды. Да, Овечка, кушай, кушай. Мұны көрген Ингвар ашуланып, ағасына айқайлап Аданы көтеріп алып кетеді. Оңбаған Петр ештеңе түсінбейді екен. Ингвар мен Мария ұйықтап жатқанда Петр қолына қару алып Аданы далаға жетектеп алып кетеді. Петрдің ойынша Ада адам емес, жай мутант. Ондайларға өмір жоқ екен. Петр балақайды мылтығымен көздеп атпақ болды, бірақ ата алмады. Осы кезде үйде жатқан Мария оянады. Ол Аданы іздеуге шықты. Сөйтсе Ада Петрмен бірге ұйықтап жатыр екен. Осылайша олардың өмірі жалғаса берді. Мария қызымен бірге анасының зиратына барып тұрды. Ингвар қызына ертек оқып берді. Петр да жаймендеп Адаға үйренісе бастайды. Күндердің бір күні Петр Мария мен Ингварды оңашада қалдырып Адамен бірге балық аулауға шығады. Петр мен Ада уақытты керемет өткізеді. Бір кезде балықшылар үйге келе жатқанда олардың тракторы бұзылып қалады. Петр мен Ада тракторды тастап бірнеше балықты ұстап үйге жаяу келеді. Үйге келген соң Петр жағдайды түсіндіреді. Кеш түсті. Отбасылар жиналып телевизордан гандболдан матч қарап отыр. Ингвар мен Петр қолдап отырған команда ұтылып қалғандықтан екеуі ашуланып айқайлай бастайды. Адаға бұл ұнамайды. Балақай іші пысып далаға шығып кетеді. Осы кезде ол әлгі киноның басында болған белгісіз тіршілік иесімен кездеседі. Ингвардың иті оны тістемек болды, бірақ та әлгі нәрсе итті бір соққымен өлтіріп тастайды. Сүйікті командасы ұтылып көңілсіз отырған жігіттерге Мария Петрдің бұрынғы өлеңдерін қосып береді. Үшеуі ішімдіктен мас болып көңіл көтеріп Ада туралы мүлдем ұмытып кетеді. Мас болып қалған Ингварды Петр төсегіне жатқызады. Осы кезде Ада үйге оралып Ингвардың қасына жатады. Мария болса осы кезде ас бөлмеде жүрген еді. Жалғыз тұрған Марияға ішімдікке тойып алған Петр қайтадан қырындап бастайды. Ол: "Мария, мен Аданың анасын сенің атып өлтіргеніңді көрдім. Менімен ұйықтамасаң Адаға сол туралы айтып қоямын" деп шантаж жасай бастайды. Мария өтірік келіскендей болып Петрді бір бөлмеге қамап тастайды. Петрдің айқайы Ингварды оятып жібермес үшін пианино ойнайды. Келесі күні Мария Петрдің барлық заттарын жинап, кішкене ақша беріп автобус аялдамасына шығарып салады. Ингвар оянса үйде ешкім жоқ екен. Ол Адамен бірге таңғы ас ішеді де өткенде бұзылып қалған тракторды жөндеуге шығады. Аданы да өзімен ертіп кетеді. Өкінішке орай Ингвар тракторды жөндей алмайды. Үйге келе жатып жолда өз итінің мәйтін көреді. Бұл кезде үйге Мария оралады. Оның іші бір жаман нәрсені сезгендей болады. Ол далаға шыққан соң мылтықтың атылған дыбысын естиді. Мылтықты атқан адам мен қой шатысқан мына құбыжық екен. Ол Ингварды өлтіріп Аданы өзімен ертіп кетеді. Дәл осы құбыжық Аданың әкесі болып шықты. Киноның басында Ингвар мен Марияның қорасына келген соның өзі екен. Мария күйеуін тауып алды. Осылайша Ингвар Марияның қолында қаза тапты. Мінекей, осылайша кино аяқталды. Басында Мария Аданың анасын атып өлтіріп еді, енді Аданың әкесі оның күйеуін атып тастады. Бұл кино бізге жануарлармен мейірімді болу керек екенін жеткізгісі келген секілді. Видео ұнаса еңбегімді бағалап лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіз. Осы секілді алда шығатын қызықты видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.